Атадан қалған асыл сөз. Ел арасында Тайжан ақын айтыпты дейтін сөздер көп. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың біразын ұсынамыз. Тайжан Көкшетаудағы Ыбырайдың ауылына қысқа қарай келеді. Ыбырай есеп деген баласына ел жинатып, алыстан іздеп келген жиенін ел жұртына таныстырады. Онсыз да себеп іздеп отыратын атшулы сал Ыбырай маңайына сауықшыл жігіттерді жинап, қыстай ел аралап сайран жасайды. Көркемдігі салған беттен көз тартатын шынай өнерге, шын өнерпаздарға тап болған Тайжан алғашқыда тосырқап, бірден ашылып кете алмайды. Көкшенің 80 көлі саясында туған небір әндерге құлақ құрышын қандырып, көңілге тоқи береді. Әсіресе Ыбырайдың әндері оған қатты әсер етеді. Өзі қатарлы жігіттер ән салған бір кеште Тайжан да өнер таластырады. Жиеннің желгіде ешкімнен кем емес екенін сезген Ыбырай жас әншіні тәрбиелей бастайды. Кейін қайрап шағын айтыстарға салғанда да Тайжан сүрінбей өтеді. Осылай Тайжан өкілі Ыбырайдың қанатының астында біраз уақыт тұрады. Қыс өтіп жер аяғы кеңген соң ел жайлауға көшер шақта Тайжан еліне қайтпақ ойы барын айтады. Нағашы жұрты әнші жиенімен қоштасуға Ыбырайдың үйіне жиналады. Әркім тарту таралғы сыйлықтарын ала келеді. Ыбырай да бір түйіншекті жиенінің қасына әкеп қояды. Жиынға келгендер әңгімелесіп отырғанда Ыбырайдың ағасы Шалғынбай жаңағы түйіншекті қолына алып, аударыстырып сыртынан қайта-қайта қарай беріпті. Сонда Тайжан отырып, «Ішінде бағаналы тудым жеке, өскен соң халқым көрер көп мереке. Қолыңа қайта-қайта ұстай бердің, алғын кеп отырма, нағашеке алыңыз» деген екен. Өлеңге қырышамал Шалғынбай да ештеңе дей алмай, оның үлкендігін сыйлап, басқаларды үндей алмай қалған сәтте Тайжан жаңа өзінше бір әуенге салып бұлай депті. Егіз туған анадан арғын найман, халқым сүйіп атымды қойған Тайжан. Қарауылда бөтен еш жұмысым жоқ, баталғалы келбем Ыбырайдан. Алыстан іздеп келген нағашымсың, биіктен қол артатын ағашымсың. Берсеңді дүние мал мен алмаймын, бата бер жиеніңнің бағашылсын. Тайжанның әншілік, ақындық талабынан онсыз да үміт күтіп жүрген Ыбырай қатты ырза болып, «Қандай жайсаңмен жорғаға болса да сайысқа салуға жараған екенсің» деп батасын беріпті. Тайжанның туған ауылына бет алған осы сапары оның ақындық, даңғыл соқпағының да басы болса керек. Ақын шабытқа мініп қызынып кеткенде ән жырға суырып салма шешендік өлеңдерге жүрген жерлерін қарық қылып отырған. Мұндай сәттер және жиі болыпты. Ел оған деген көңілін сый сияпатымен білдіреді. Ат, түйе, шапан, шауқат, ақша мүлік үйіліп қалып отырған. Бірақ Тайжан осының бәрін өзі алмайды. Халық сыйының денін жоқ жітік кедей кепшіктерге үлестіріп жүруді әдет еткен. Бұл туралы Тайжанның өзі былай дейді. Байлардан атанды алдым, шапанды алдым, ақшаны жүзден алып қатарладым. Табиғат сондай өнер берсе дағы бай болып ел жұртыма атанбадым. Қат-қабат табысымды елге бөліп, ішінде тең құрбымның талтаңдадым. Тағы бір мінезі, жолында бала келе жатса, оның маңдайынан бір иіскемей кетпейді екен. Үйде отырғанда ұсталықпен де айналысқан, ағаштан түйін түйіп, темірден де ойын алған нәрсесін жасай алған. Етік мәслерді де әдемі тіккен, және не істесе де өте жылдам бітіретін шебер болған.